Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фотопериодизм, күннің жарық түсу ұзақтылығына ағзалардың бейімделуі. Фотопериодизм жарықтың тәуліктік ырғақтылығына организмнің реакциясы. Демек, жарық күн ұзақтылығы мен қараңғының, түннің ұзақтылығы тәулік бойына арақатынасының өсуі мен дамуының әсері. Фотопериодизм өсімдіктер мен жануарларға тән. 1920 жылы фотопериодизмнің жүйелі және жан-жақты зерттелуі басталды. Фотопериодизм өсімдіктердің сыртқы ортаның маусымдық өзгерісіне бейімделу реакциясы болып табылады. Фотопериодизм көрінісінің бірі гүлденудің фотопериодтық реакциясы, яғни ерекшелігі өсімдіктердің тіршілік ету ортасына бейімделуінің көрінісі болып табылады. Оларға жылдық қолайлы уақытында гүлдену, жеміс беру мүмкіндік береді. Гүлденуді тезірек күн жарықтылығында, ұзақтылығы мен өсімдіктердің реакциясына қарай ұзақ күн, қысқа күн және де бейтарап өсімдіктер деп бөліп қарастырамыз. Фотопериодизм жануарларда маусымдық жылыстау, күзгі және көктемгі түлеу, қысқы ұйқы, қоректену қарқындылығы, жыныс белсенділігі өсімдіктер, жануарлар мен басқа организмдер сияқты үнемі өзгеріп тұратын ортаға бейімделу керек. Қоршаған орта қолайсыз болған кезде жануарлар бір жерден екінші жерге қоныс аудара алады, ал өсімдіктер бұны жасай алмайды. Сейси, яғни қозғалу мүмкін емес бола отырып, өсімдіктер қолайсыз экологиялық жағдайларды шешудің басқа жолдарын табуы керек. Демек, өсімдік тропизмі өсімдіктер қоршаған орта өзгерістеріне бейімделген тетіктері. Тропизм бұл ынталандырушыға қарай немесе одан тыс өсу болып табылады. Өсімдіктердің өсуіне әсер ететін жалпы қоздырғыштарға жарық, ауырлық, су, жанасу жатады. Өсімдік тропизмі басқа қоздырғыштар тудыратын қозғалыстардан ерекшеленеді. Мысалы, настиялық қозғалыстар. Бұл жағдайда жауап барлық ынталандыру бағытына байланысты бола алады. Өсімдік тропизмі соның нәтижесі дифференциалды өсу. Өсудің бұл түрі өсімдік ағзасының бір аймағындағы жасушалар, мысалы сабақтар немесе тамырлар, қарама-қарсы аймақтағы жасушаларға қарағанда тез өседі. Жасушалардың дифференциалды өсуі ағзалардың өсуіне бағыттайды. Мысалы, бағаналы, тамырлы және тағы басқа. Және бүкіл өсімдіктің бағытты өсуін анықтайды. Өсімдік гормондары, мысалы ауксиндер. Бұлар өсімдіктер дифференциалды өсуінің реттеуге көмектеседі деп ойлайды. Бұл өсімдіктің қозғалуына жауап ретінде қисайып немесе бүгіліп кетеді. Осы арқылы өсімдік өзінің ынталандыру бағытындағы өсу белгілері позитивті тропизм болса, ынталандырғыштан алыста өсу ретіндегі белгісі теріс тропизм болып табылады. Фототропизм жарыққа жауап ретінде организм бағытталған өсуі. Жарықтың өсуі немесе позитивті тропизм көптеген тамырлы өсімдіктерде, мысалы папоротниктерде байқалады. Бұл өсімдіктердегі сабақтар оң фототропты көрсетеді және де жарық көзі бағытына қарай өсетін болып табылады. Фоторецепторлар өсімдік жасушаларында жарықты анықтайды, ал өсімдік гормондары, мысалы ауксиндер, жарықтан ең алыс орналасқан сабақтың жанына қарай бағытталады. Ауксиндердің сабақтың көлеңкелі жағына жиналуы осы аймақтағы жасушалардың сабақтың қарама-қарсы жанындағы жасушаларға қарағанда едәуір жылдамдықта созылуына әкеледі. Нәтижесінде бағананың қисықтары жинақталған ауксиндердің бүйіріне және жарық бағытына қарай. Өсімдіктердің сабағы мен жапырақтары көрсетеді оң тропизмді, ал тамырлары көбінесе ауырлық әсерінен көріністі теріс тропизмді береді. Хлоропласттар деп аталатын фотосинтез процесі көп жүретін органеллалар жапырақтарда көп орналасқандықтан, бұл құрылымдардың күн сәулесіне қол жеткізуі маңызды. Ал керісінше, тамырлар жер астынан
алынуы мүмкін су мен минералдық қоректік заттарды бойына сіңіреді. Өсімдіктің жарыққа реакциясы өмірді сақтайтын ресурстарын алуға көмектеседі. Фотопериодизм күннің ұзақтылығына жауап беру реакциясы болғандықтан, өсімдіктер өз денесінің әрбір граммын түзу үшін 200-800 граммға дейін су жұмсайды. Фотосинтезге қажетті заттар өсімдіктер топырақтан, судан және ауадан алады. Мұндай жылдамдықпен биорганикалық табиғаттан тірі заттарға қажетті биогенді элементтерін ағзасында жүріп отыратын болса, жердегі олардың қоры әлде қашан таусылар еді. Бірақ биогенді элементтерін үнемі қоршаған ортаға қайтарылып отырылуы байланысты өмір жалғасып келеді. Биоценоздағы түрлердің арасындағы қоректік қатынастың нәтижесінде өсімдіктер синтезделген органикалық заттар өсімдіктер қайта пайдалана алатын қозғалыстарға дейін ыдыратып отыр. Бұл процесті біз биологиялық алмасу деп атаймыз. Өсімдіктердің өзгеретін жарық жағдайындағы бейімделуі, бүршік жару, гүлдену, жемістің пісуі, жапырақтың түсуі сияқты үдерістердің барлығы өсімдіктер тіршілігінің барлық маусымдық өзгерістерін фотопериодизм заңына сәйкес жүріп отыр. Заңдылықтардағы зерттеудің практикалық маңызы өте зор. Мысал ретінде оны практикамызда қолданып көрейік. Біз бір ыдысқа астық тұқымын кез келген астық тұқымдасын өсімдігін егіп, жарықты белгілі бір бетке қойып, оның өсу жылдамдығын байқасақ, өскіннің өсу арқылы жарыққа қарай бағытталғанын байқай аламыз. Өсіп келе жатқан өскіннің жарығын тағы өзгертсек, жарығын басқа жерге өзгертсек, сол жарыққа қарай ұмтылып өскенін байқай аламыз. Ұзақ күндік өсімдіктер жаздың басында гүлдеп, күздің аяғына дейін жеміс пен тұқым береді. Бұларға біздің өзіміздің астық тұқымдастар жатады. Яғни олар қара бидай, сұлы, күріш өсімдіктерін жатқызсақ, ал қысқа мерзімдік өсімдіктер көбінесе жаздың соңына дейін гүлдеп тұрады. Ұзақ күндік өсімдіктер негізінде қоңыржай және де полярлы ендіктерде мекен ететін болса, қысқа күндік өсімдіктер субтропика және сол жаққа жақын облыстарда таралған. Жарықты қабылдау мүшелері жапырақтары болып табылады. Қысқа күндік өсімдіктерге астрал, бақыт гүлі және тағы басқа жазға дейін гүлдеп тұратын өсімдіктерді жатқызамыз. Фотопериодизм нәтижесінде өсімдіктерде әртүрлі мүшелерінде гүлдеуге, түйнектеуге, жуашық тамыр жеміс түзілуге, тағы басқа да физиологиялық процестерге әсер ететін, мысалы, тыныштық күйден өту, құрғақшылыққа төзімділік, фотогормондар түзілісі жататын болады. Фотопериодизмді пайдаланып, қазіргі таңда өсімдіктердің өсуі мен дамуында, әсіресе селекцияда өсімдіктердің гүлденуін реттеуге болады. Фотопериодизмнің биологиялық және практикалық маңызына келетін болсақ, фотопериодизмнің зерттелуінің биологиялық және практикалық маңызы өте зор. Жасанды жарық түсіру арқылы күн ұзақтылығын ұзарттырып, жыл бойы біз көкөніс пен және сәндік өсімдіктерді мол өнім алуымызға болады. Оны қазіргі таңда дамыған жылыжайларда күн ұзақтылығын пайдалану арқылы көптеген өсімдіктердің жаз қысы бойы өнім алып отыруымызға болады. Ал енді сіздерге үй тапсырмасы, осы 3 сұраққа жауап беріңіздер. Бүгінгі өтілген жаңа сабақ бойынша. Бірінші сұрақ. Фотопериодизм ғаламшарымыздағы ағзалар тіршілігіне қалай қолданылуы мүмкін? Екінші сұрақ. Адам өсімдіктердің фотопериодизмі қалай басқарылады? Үшінші сұрақ. Күн жарығының ұзақтылығы өсімдіктің өсуіне және жеміс беруіне қалай әсер етеді? Бүгінгі өтілген жаңа тақырып бойынша сіздерге үйге тапсырма. Бірінші сұрақ. Фотопериодизм ғаламшарымызға ағзалар тіршілігіне қалай қолданылуы мүмкін? Екінші сұрақ. Адам өсімдігінің фотопериодизмі қалай басқарылады? Үшінші сұрақ. Күн жарығының ұзақтылығы өсімдіктердің гүлденуіне және жеміс беруіне қалай әсер етеді? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.